Ал енді Алла Тағала қасиетті Құранда айтады: Астағизу билля, иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-улама. Расында Алладан шынайы қорқатындар олар ғұламалар дейді. Ғұламалар. Алладан қорқатындар ол Алланы шынайы танитындар. Ал енді Алланы шынайы танитын адамдар әрқашан ол дұрыс нәрсені айтады. Мысалы, біз бүгінгі күнде мысалы жеке өз басымызды айтатын болсақ, біздің қазіргі қызметтік функциямызды айтатын болсақ, бізге ешқандай еш жерден ешкім тапсырма бермейді. Біз жалпы мына елді руханият саласында бір мұсылман кісі қалай болу керек, және оның бағдарын имам қалай беру керек, имам қалай уағыз айту керек, қандай тақырыптарды айту керек, оны діни басқармада комиссиямен тақырыптар солай шешіледі. Ал енді оған біреу жаңағыдай тапсырма беріп, мына тақырыпты айтыңдар деген бізге ешқандай жоғарыдан тапсырма келмейді. Ал енді біз тек қана Құрандағы ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, хадистеріндегі өсиеттерді баяндаймыз, соларды жеткіземіз. Мысалы, өзіңіз жоғарыда айттыңыз. Мысалы, Алла Құранда айтады: Астағизу билля, я айюхалладина аману. Ва иман келтірген мұсылмандар, момындар. Атиғуллаха ва атиғур расул. Аллаға мойынсұныңдар, итағат етіңдер, және оның елшісіне мойынсұныңдар дейді. Ва улил амри минкум. Және өз араларында басшы тағайындалған сол басшыға бағыныңдар дейді. Мысалы, бұл аят. Бұл аяттарды имам демек айтпаса, бұл өз міндетін атқармаған болып санала ма? Әрине, сондықтан біз Құрандағы Алла Тағаланың бұйырған бұйрықтарын айту, және оның адал дегенін айту, арам дегенін тыйыну, сол секілді жақсылыққа үндеу, жамандықтан ұзақтату, және де басқа адам баласының өміріндегі ғылымға, білімге, мына жалпы өмірде бақытты болудың жолдарын барлығын бізге қасиетті Құранда көрсетіп қойған. Сондықтан біз Құранның аяттарын ғана насихаттаймыз. Және Құранның аяттарының қасында ардақты пайғамбарымыздың хадистерін насихаттаймыз. Оның қасында біз осы далада, осы жолды ұстанып өткен үлкен кемеңгер ұлылардың, даналардың, билердің, осы жолда өмірін сарп еткен үлкен даналардың да ғибратты өмірлерінен біз баяндап жеткізіп отырамыз. Неліктен? Ғибрат алсын, содан тыйылсын деп. Мысалы, Алла Тағала Құранда мысалы, Алла Тағала Құранда айтады: Инналлаха ла юхиббул мусрифин. Алла Тағала ысырап етушілерді жақсы көрмейді дейді. Демек, біз ысыраптан тыйылу үшін ысырап жайында уағыз айтамыз. Мысалы, Инналлаха я'муру бил адли вал ихсани ва ита'i зил қурба ва янха анил фахша'i вал мункар. Құдай Тағала жамандықтан, арсыздықтан, және де ағайынға, жақынға, туысқа қарайласуды, әділ болуды бұйырады дейді. Демек, біз адамдарға айтамыз: сіздер ағайын туысқаныңызға қарайласыңыз, бауырыңызға қарайласыңыз, жақсылыққа ұмтылыңыз, жамандықтан тыйылыңыз. Сол секілді біз Алла Тағала Құранда айтады: сендер Құдайдан қорқатын болсаңдар, ертең ақырет күнде есеп беретін күннен қорқыңдар дейді. Біз ақырет жайында айтамыз, ертең ақырет болатындығын айтамыз. Сол секілді бүгінгі күнде молда деп отқанымыздың барлығы бұл сауатты, кәдімгі адам баласын қараңғылықтан керісінше сауаттылыққа үндейтін, дұрыс жолға бастайтын, жақсы мен жаманды айтатын, арам мен адалды айтатын үлкен ұлағатты ұстаздар, ұлағатты имамдар деп айтуымызға болады.